Қайырлы күн достар және әріптестер. Бүгінгі сіздерге ұсынылатын тақырыбымыз Алаш автономиясы негізінде болмақ. Алаш автономиясы 1917 жылы және 1920 жылдар аралығында өмір сүрген ұлттық негізде құрылған мемлекеттің негізі. Алдарыңызға ұсынылып отырған 1905-тен 1920 жылдардағы уақыт тізбегінде 3 ерекше дата басты назарды аударады. 1905 жылдан бастап Ресейдегі революциядан кейін өрлей бастаған жалпы ресейлік мұсылмандық қозғалыстар түркі және басқа мұсылман халықтарының ең өзекті саяси және әлеуметтік мәселелерін көтеріп, оларға отаршыл биліктің назарын аудартады. Сонымен қатар мұсылман елдерінің ұлт азаттық қозғалысына қолдау жасап отырды. 1905 жылғы орыс революциясынан кейін Конституциялық демократтық және кадеттер партиясының құрамдарына өтіп, 1917 жылы Алаш партиясын құруға қатысқан болатын. Олардың қатарына шенеуніктер, дәрігерлер, мұғалімдер, заңгерлер және тағы басқа мамандар болды. Қазақ зиялыларының басым бөлігі либералды демократиялық бағыт ұстанды. Сабақтың жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ұлттық либералды демократиялық қозғалыс өкілдерінің қазақ халқының мүддесін қорғау жолындағы күресінің өзі ерекше болды. Яғни ең алғашқы жүйе әртүрлі петициялар жолдау негізінде алынды. Қазақ ұлт зиялылары ұлттық саяси баспасөз органдары құруға да белсенді атсалысқан болатын. 1905 жылдан бастап ұлт зиялылары халықтың мұқтаждығын талқылау, қазақ қоғамының мүддесін мұсылман съездерінде қорғау үшін бүкіл қазақтық съездер шақыруға да әрекеттер жасады. Қазақ зиялыларының ең басты еңбегі бүкіл ресейлік даму кезеңінің басталуын дер кезінде аңғарды. Қазақ қоғамын ілгері жылжытудың амалдарын іздестірумен айналысып, ол үшін бірінші орыс революциясы берген әлеуметтік және саяси бостандықтарды пайдаланды. Қазақ зиялыларын ойландырған мәселелер ұлттың бірлігі мен жердің тұтастығын сақтау, қазақ халқын өркениетті елдердің қатарына қосу, ол үшін елін оқу, өнер білім, іскерлік жолына салу, ең бастысы дербес мемлекет құру еді. 20 ғасырдың басындағы Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Бақытжан Қаратаев, Мұхамеджан Тынышпаев, Мұстафа Шоқай және басқа да танымал тұлғалар ұлтты басқа халықтармен терезесі тең даму жолына бастай білді. Алаш автономиясының басы мен қасында және автономияның құрылуына ерекше еңбек сіңірген тұлға Әлихан Бөкейханов. Бұл 1866-1937 жылдар аралығында дүниеде өмір сүріп, Семей облысы, Қарқаралы уезі, 7-ші Тоқырауын болысында туған. Өзінің көшбасшылық қабілетімен ерекше дараланған тұлға Алаш автономиясының төрағасы болып сайланды. Алаш автономиясын құрылу жөніндегі идеялардың басы мен қасында Барлыбек Сыртанов жүрді. Барлыбек Сыртанов Алаш ордашылардың ішіндегі ең алғаш заң жинағын жасап шығарған қазақ зиялысы. Оның мамандығы заңгер еді. Барлыбек Сыртанов өзінің еңбектерінде Алаш орда туының қандай болатынын, елтаңбасына дейін, тіпті жер көлеміне дейінгі мәліметтерді жазып қалдырған еді. Барлыбек Сыртанов кеңес үкіметі үшін қауіпті тұлға болып есептелгендіктен 1914 жылы беймезгіл жағдайда және белгісіз жағдайда дүниеден өтеді. Алаш орда автономиясының құрылуында ең ірі оқиғалар бар. 1917 жылдың сәуірінде Жетісу облыстық съезінде ең бірінші әлеуметтік мәселелер көтерді. Олар аграрлық, жергілікті басқару, заң шығару мен салық мәселесі, білім беру мен ағарту,
облыстың шеттен келген қоныстанушыларға жабық болуын және Қытайға кеткен босқындарды елге қайтару мәселесі көтерілді. 1917 жылғы 27 сәуір мен 7 мамыр аралығында өткен Семей облыстық съезінде қазақ автономиясын құру, дала генерал-губернаторлығын, шаруалар басшыларының институтын, приставтар мен урядниктерді тарату жөнінде мәселелер көтерілді. 1917 жылдың 21-26 шілделерінде өткен Орынбор облысындағы бірінші жалпы қазақ съезінде үлкен әлеуметтік және мемлекеттік тұрғыдағы мәселелер көтерді. Ол қазақ ұлттық саяси алаш партиясын құру және оның бағдарламасын құру, қазақ облыстары ұлттық аумақтық автономия алу, Жетісудың ашығушы тұрғындарына көмек беру, халықтық милиция құру, сонымен қатар рухани діни мәселелерді шешу болды. Ал 1917 жылдың 5-13 желтоқсанында өткен Орынбор облысындағы екінші жалпы қазақ съезінде алдыңғы съездегі қарастырылған мәселелер өз шешімін тапты. Яғни, екінші жалпы қазақ съезінде Алашорда ұлттық аумақтық автономиясының құрылғандығы жарияланып, орталығы Семей қаласы деп бекітілді. Төрағасы Әлихан Бөкейханов. Әлихан Бөкейханов 1937 жылы шілдеде тұтқындалып, ешқандай негізсіз 27 қыркүйекте ату жазасына кесілді. Соңғы тергеудегі Алаш партиясы мен кеңестік билікке қарсы әрекеттеріне байланысты барлық жауапкершілікті өз мойнына алған Әлихан Бөкейханов ақтық сөзінде былай деді: кеңестік билікті сүйген емеспін, бірақ мойындауға мәжбүрмін деді. 1989 жылы 14 мамырда КСРО жоғарғы сотының қаулысы бойынша әрекетінде қылмыстық құрамы жоқ деп толық ақталып шықты. Алаш орда үкіметі өзінің территориясын бөліп және туын негіздеген болатын. Орталығы Семей қаласы, батыс бөлімшесінің орталығы Жымпиты қаласы деп анықталды. Алаш орда мемлекеті құрылғаннан кейін оның міндетті түрде ән ұраны бекітілді. Алаш маршы деп аталатын Алаш орда үкіметінің гимнін Міржақып Дулатұлы жазды. Ол шығарма Абай журналы 1918 жылғы 7 санында жарияланды. Алаш орда үкіметінің баспасөз мәселесін шешетін үлкен газет жарияланды, ол Қазақ газетін. 1913 жылдан бастап шығарылып тұрған Қазақ газетін ұйымдастыруда және оның жалпыұлттық деңгейге көтерілуінде Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабаев сияқты тұлғалар өз еңбектерін сіңірді. Ахмет Байтұрсынұлы газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деп бекер айтпады. 1913-1918 жылдар аралығында жалпы ұлттық қазақ газеті шығып тұрды. Ол либералды демократиялық бағыт ұстанды. Газет Орынбор қаласында даярланып, оның негізін салушылар Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатовтар еді. Сонымен қатар қазақ газетінің төңірегіне Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ғалел Ғаббасов, Хайретдин Болғанбаев, Ғұмар Қараш, Райымжан Мәрсеков, Мұхтар Саматов сияқты қоғам қайраткерлері мен ақындары топтасты. Сондай-ақ қазақ даласында Алаш, Абай, Сарыарқа, Қазақстан сияқты бірқатар газеттер жарық көрген. Алаш автономиясының бірден-бір дұрыс шешімі ұлттық әскери құру болды. Яғни олар біздің әскеріміз ұлттық армия деген ұранды бастау етті. Кез келген мемлекеттің іргесін сақтау үшін, жаулардан қорғау үшін және халық арасындағы тәртіпті қадағалау үшін әр мемлекеттің өз әскері болу керегі шарт еді.
Яғни алашордашылардың дұрыс шешкен бірден бір шешімі осы мәселе. Қазақ зиялыларының ішінде осы аталған жоғарыдағы тұлғалардың барлығы қазақтың бес арысы деп мойындалды. Себебі олардың мойындалу үрдісін қазақ халқына сіңірген еңбектері мен олардың жазған шығармалары, еңбектері растады. Біз оларды ұмытпаймыз және ұмытуға міндетті де емеспіз. Өйткені Алаш партиясының Алаш бағдарламасында көтерілген мәселелер әлі күнге дейін өз өзектілігін жоғалтқан емес. Алаш зиялыларының жұмысы қазіргі күнде өте үлкен ауқымды шараға айналды. Қазіргі күнде алаш ордашылардың өмірі мен олардың жүріп өткен жолдары туралы деректі фильмдер және сериалдар түсірілуде. Арлан боп туған асылдар, қорғаған жерін аймағы, көкбөрім ұлдар ұлтымнан сыпырып алған қаймағы, тектілер кетіп жұртымнан. Эй, тар заман. Девушка, соедините меня с Смирновым. Василий, я уезжаю в длительную командировку. Присмотри за моей семьей. Алысқа барасың, бала, алысқа. Жер отан. Сол жер үшін әр қазақтың қанымен тері төгілді. Басымызға қандай күн туса да, қазақ еліне қызмет етуге ант етемін.